Сәлем, менің есімім Жұлдыз, жасым 22-де 2001 жылғымын. Және мен сұлулық саласында, яғни кірпік саласында жүргеніме 6 жыл болды, және мен сіздерге өзімнің тәжірибем туралы үйрететін боламын. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі мен бұл жерде сұлулық әлемі жайлы айтатын боламын және үйрететін боламын. Өте құнды ақпараттарды жіберіп алғыларыңыз келмесе, маған тіркеліңіздер және білгілеріңіз келген ақпаратты маған комментарий жазсаңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Көп қыздың проблемасы менің көзім доп-домалақ, стрелка сызып шаршадым. Ондай моментте L изгиб жасатқым келмейді. Ондай моментте қалай жасаймыз? S изгибпен жасасақ болады. Ол қалай? Өздеріңіз көріп тұрғандай көзі доп-домалақ, өте әдемі қыз. Бұл қызға мен қазір цешка мен лис эффект жасайтын боламын. Яғни 8-ден бастап 13-ге дейін длина қолданатын боламын. Объемы 3-4, как обычно, және де изгибы S, толщинасы 0,1. Өздеріңіз мұнда көріп тұрғандай 9-дан бастап, міне 9, 10, 11, 12, міне 13. Мен осы фирманы қолданамын, және де менің қолданатын клейм ол Ромео, клей бізге обязательно керек. Мен қолданатын пинцетім ол Авиталь, осы пинцетпен постоянно қолданамын, маған өте ұнайды, және де постоянно расческамен тарап отырамыз. Каждый видеомды көрсеңіздер, мен каждый раз осы расческаны айтамын, себебі реально бұл бір жағы склейка болмайды, және де тарап отқаннан кейін кірпіктеріміз ровно шығады. Және колечко мен осындай қолданамын, себебі ортасы осындай бөлік еместе колечко бар, ол ысырап болады. Как бы экономичный емес, лучший вариант осы. Адамның көзі, мен сіздерге қазір қалай переход қойылады, қалай длиналар қойылады, түсіндіретін боламын. Адамның көзі, адамның қарашығын неге мен постоянно сөйлеп, адамның қарашығы мен көздің қарашығымен есептеймін. Көбінесе кірпіктерде лис эффект болу үшін қалай жасаймыз? Көзінің алдынан бастап осылай 9, 10, 11, 12 деген длиналарды біз көбірек қоямыз, 13-ті соңынан қоямыз. Сонда бізде более лисий взгляд шығады. Егер де біз 9-10-ды ровно қылып қойсақ, бізге 13-тің длинасы қатты көрінбейді. Сол үшін 13-ті осылай соңына азғандай ғана қоямыз. Қалған 9, 10, 11, 12-ні көптеу қылып қоямыз. Сонда более қатты лисий взгляд болады. Бүгінгі сабағым, бүгінгі ақпаратым сіздерге қызықты болатын болса, маған подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және колокольчикті комментарийға не білгілеріңіз келеді жазсаңыздар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.